Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерменен ашытқысыз жасалатын бауырсақ пен шелпектің рецептісіменен бөлісетін боламын. Құрамына ешқандай дрожь қосылмаса да өте жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрамы мен мөлшерін төменде описанияда қалдыратын боламын. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған 500 грамм айранымызға 1 шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырып аламыз және де 5 минутқа қойып қоямыз. Реакция болады, айранымыз көтеріледі. Айранымыз көтерілгенше ұнымызды дайындап аламыз. Үстіне 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Кейін ұнның үстіне 1 жұмыртқамызды салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін көтеріліп тұрған айранымызды алып, оны да ұнның үстіне құйып аламыз. Одан соң оның үстіне 4 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Және барлығын қолдың көмегіменен жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Және де құрметті менің көрермендерім, төменде тұрған подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта менің каналымда шығатын жаңа рецепттерді сіздер бірінші болып көріп отыратын боласыздар. Осылайша қамырымызды жақсылап иін қандырып илеп аламыз. Бізде осындай өте жұп-жұмсақ, қолға кішкене жабысып тұратын қамыр шығуы керек. Ендігі кезекте қамырымыздың бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Енді үстелімізге сәл ұн сеуіп, дайын болған қамырымызды алып, жұмыс жасауды бастаймыз. Яғни, 2 бөлікке бөліп аламын. Мен бір бөлігінен шелпек, екінші бөлігінен бауырсақ жасайтын боламын. Егер сіздер тек бауырсақ жасайтын болсаңыздар, бөлмей-ақ пайдалана берсеңіздер болады. Қамырымыздың бір бөлігін 7 бөлікке бөліп, дөңгелек формаға келтіріп, бетін жауып, шетке қоя тұрамыз. Қамырымыздың екінші бөлігінен бауырсақ жасайтын боламыз, яғни оқтаудың көмегіменен жұқалап жайып аламыз. Қатты жұқа болып кетпеу керек, себебі бауырсақтарымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Егер де сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар, ол мен үшін өте маңызды. Қамырымызды жайып алған соң, өздеріңізге керек формада кесіп алсаңыздар болады. Мен осылай кружканың көмегіменен дөңгелек формаға келтіріп кесіп алдым. Бауырсақтарды кесіп алған соң, оны да шетке қойып, бетін жауып қоя тұрамыз. Ендігі кезекте тынып тұрған шелпектерімізді, яғни дөңгелек формаларды алып, осылай жая бастаймыз. Бауырсақ пен шелпегімізді жайып болған соң, біраз уақытқа тындырып қоямыз. Сол кезде бауырсақтарымыз, яғни шелпектеріміз пісірген кезде жақсы көтерілетін болады. Кеуіп қалмас үшін беттерін жауып қоюды ұмытпаймыз. Ендігі кезекте қызып тұрған майымызға шелпектерімізді салып пісіре бастаймыз. Шелпектеріміз бір келкі болып пісуі үшін, яғни шеттерін айналдыра осылай көтеріп қойып пісіру керек. Себебі ортасы кей жағдайда ағарып піспей қалады. Шелпегіміз піскен соң, бойындағы артық майын алу үшін міндетті түрде қағаз сүлгіге орналастырып, майын сорғытып аламыз. Шелпектерімізді пісіріп алған соң, біртіндеп бауырсақтарымызды салып пісіре бастаймыз. Бауырсақтарымызды екі жақтарын аудара отырып, қызартып, пісіріп алатын боламыз. Піскен бауырсақтарымызды да дәл солай қағаз сүлгінің бетіне орналастырамыз. Осымен біздің бауырсақ пен шелпектеріміз дайын болды. Өте әдемі, қызарып, және де жақсы көтеріліп шықты. Дәмі де өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсем.